Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Френзи. Достар, бүгінгі видеода біз оттяжканы қалай беру керектігін осы видеода үйрететін боламыз. Және де сіздерде егер телефон қататын болса, ол приложение тарту деген нәрселер көмектеспейді мүлдем. Сіздерде тек бір ғана таңдау бар. В общем, ол низкийге қойып, ойнайсыздар или ішіне телефондарыңызды, тазалап, приложение деген нәрселерді тазалап, телефонның ішінде любой телефонда болады антивирус деген нәрсемен вирустарын тазалайсыздар ішінде. Солай қатпай ойнауы мүмкін. Ал кнопканы қалай көтеру керек жағына келетін болсақ, кнопканы айналдырып көтеру керек. Тіке көтерсек көп адамды оттяжка ұшпайды. Айналдырып көтерсеңіздер өте кереметте оттяжка кететін болады. Ал DPI қою жағына келетін болсақ, DPI вообще қоймай қойыңыздар, не советую. Телефонның экраны бір жағынан қатып қалатын болады, және телефон одан сайын, в общем, қата беретін болып қалады. DPI қоймай қойыңыздар, лучше низкийге қойып ойнай бергендеріңіз абзал. Ал егер антивирус деген приложение телефондарыңызда болмайтын болса, оны Play Market'тен антивирус деген приложениені жазып алып, телефондарыңыздың ішін етіп ойнасаңыздар болады. Приложениялар, галерея деген сияқты заттар көп память алады, және де ойынға кірер кезде ішіндегі мусорларды тазалап, дұрыстап кіріңіздер.